Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тауықтың төс етінен дайындалатын өте дәмді тағаммен бөліскім келіп тұр. Олай болса, кеттік. Тауықтың төс етін екіге теңдей етіп ортасынан бөліп аламыз. Қалың етті жұқарту мақсатында. Бөлінген тауық еттерінің үстінен тұзын, бұрышын, паприкасын қызыл түс беретін және де тимьян пайдаланамыз. Өте дәмді, нәзік тауық еттерінің дайындалу процесімен бөлісіп жатырмын. Олай болса, мұқият менімен бірге аяғына дейін көріңіздер. Ары қарай екі қолымыздың көмегімен себілген осы тұз, түрлі дәмдеуіштерімізді сіңу мақсатында массаж жасаймыз, яғни массажды қимылдармен сіңдіреміз. Содан кейін бір помидорды видеоға сәйкес етіп тураймыз. Одан кейін сыр 100 грамм, яғни сырымыз еритін, өте дәмді, натуральный сыр болғаны жақсы. Менде кома сметанковый. Содан соң 82,5% таза майымызды, сары майымызды пайдаланамыз. Оның үстіне видеоға сәйкес етіп помидорларымызды қоямыз. Содан соң сырымызды қойып шығамыз. Мінекей екінші тауықтың төс етінде бітірдік. Енді төс етімізді жауып бірден дайындап қоямыз. Қалың еттің үстінен тілімдер жасаймыз, міндетті түрде. Сұйық майымызды противеннің үстіне жағып, барлық жеріне біркелкі етіп тигізіп, содан соң сол майдың үстіне дайындаған етімізді қоятын боламыз. Беткі қабатына тұзын, бұрышын, паприкасын себеміз және майымызды жағамыз. Оны щетканың көмегімен барлық жағына тигізіп, жағып шықсаңыздар да болады. Видеоға сәйкесінше қызып тұрған духовкамызға 200 градуста 25 минутта етімізді пісіріп аламыз. Пісуіне 5 минут қалғанда тағамның үстіне сыр қойып ерітетін боламыз. Сулы, сочный, өте дәмді тауықтың еттері дайын болды. Сырдың дәмімен, помидордың соғымен барлығы араласқан түрде өте дәмді диеталық тағам десек те болады. Көбінесе ПП-да диетада жүрген қыздар осы тағамды түскі ас ретінде пайдаланады. Олай болса, менімен бірге пайдалы ас дайындап, жақындарыңызды, өзіңізді қуантыңыз. Астарыңыз дәмді болсын, комментарий қалдырып, лайк басып және қазақша каналдың дамуы үшін подписка бассаңызда қуанышты боламын. Астарыңыз дәмді болсын.